Баршаңызға сәлем. 50 жаста жақсы өмір сүру үшін 30 жаста жасап үлгеру қажет 25 нәрсе. Видеоны қарамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны белгілей кетіңіз. Бірінші, ата-анаңызбен, туыс, бауыр, ағайынмен жақсы қарым-қатынас құрыңыз. Екінші, ортаңызды дұрыстаңыз, өзіңізге тәлімгер табыңыз. Үшінші, үнемі жаңа нәрселерді байқап көріңіз. Шекараңызды кеңейтіп жүріңіз. Төртінші, кез келген шет тілін меңгеріңіз. Бесінші, ерте бастан инвестиция жасап үйреніңіз. Алтыншы, көпшілік алдында сөйлеуді үйреніңіз. Жетінші, денеңізге, әсіресе тістеріңізге аса күтіммен қараңыз. Сегізінші, көп саяхаттаңыз, әлемді таныңыз. Тоғызыншы, біліміңізге ақша аямаңыз. Оныншы, жоқ деп айтуды үйреніңіз. 11-ші, молшылыққа ұмтылыңыз, бірақ барыңызға қанағат етіңіз. 12-ші, өмірлік жар таңдаудан қателеспеңіз. 13-ші, уақытыңызды, күш-қуатыңызды, ақшаңызды басқаруды үйреніңіз. 14-ші, интернетте босқа уақыт өлтіріп отыруды азайтыңыз. 15-ші, баламен дұрыс қарым-қатынас өнерін үйреніңіз. 16-ші, ұйқыңызды ретке келтіріңіз. 17-ші, пассивті кіріс көзін жасаңыз. 18-ші, әр күніңізге болашаққа жоспар құрыңыз. 19-ші, әр сәтті бағалап үйреніңіз. 20-ші, миллионер адамдардың құпияларын зерттеңіз, көп кітап оқыңыз. 21-ші, сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. 22, жүрегіңнің үнін ести біліңіз, қалағаныңызды жасап, өзіңізді бақытты сезіне біліңіз. 23-ші, күнделікті күйбең тірліктерді көп уайымдай бермеңіз. Олар өткінші. 24, өмірде дұрыс пен бұрыстың ара-жігін ажырата біліңіз. 25, қанша қиналсаң да кері шегінбе, керісінше алға қарай адымда, қадамыңды нық бас. 26-шы, өміріңде қандай жағдай болмасын берілме, күресуді жалғастыр, бәрі жақсы болады, себебі ең ұзақ нөсер жаңбырдан кейін де артынан күн шығады. Өзіңді шектеме, сенің әлеміңнің орталығы тек өзіңсің, өз бақытың үшін күресе біл.